Бұл ерте заманда жер бетінде әлі жылқы да, сиыр да жоқ кезде болған оқиға. Бірақ сиырлардың атасы Зеңгі баба бар екен. Адам атаның тұсында өмір сүрген. Адамдар Зеңгі бабаға шөп беріп, сауып сүтін ішкен. Ал жылқылардың атасы кең далада жүрген. Оны жұпар деп атайды. Ол адамнан «Маған да шөп берші» деп сұрайды. Сонда адам: «Егер келіссең, мен сені ертеп мініп жүрейін. Қалауыңша жем шөп берейін» депті. Ат келіседі де адам оған шөп береді. Түйелердің арғы атасы Ойсыл қара. Ойсыл қара суға салса батпайтын ескі саба сияқты екен. Барлық қойдың атасы Шопан ата. Ал ешкінің атасы болмаған. Бір күні қой бағып жүрген қойшыға иесі: «Егер Шопан ата қозы берсе, барлығы менікі болады. Егер Шопан атаға ұқсамай туса, онда сенікі болады» дейді. Қой ылғи қозыларды туа береді. Сол кезде қойшы оның қарнына таяқты сұғып алады. Қой буаз болып, құйрық майы жоқ, құйрығы бар ешкі туады. Иесі өзінің малына санамай ешкіні қойшыға береді.